Сәлем достар, сіздер Мұхамеджанов Мансурдың каналындасыз. Мұхамеджанов Мансур емес, мен шатасып кеттім. Менде басқа канал бар. Қазақша YouTube деген канал менің каналым. Лайк басыңыздар. Бұл симулятор автомобилів деген ойын, ол орыс ойыны. Мен қазір кішкене дауысын ақырындатайын. Лайк қойыңыз, подписаться етіңіздер менің каналыма, өтінемін сіздерден үлкен. Менде мынаған басайық, осы маған оңайлау болатын секілді. Мына жақта бірінші не болады? Есікті кілттеп алайық, достар. Мынау менің екінші видеом. Ал жүрдік, кеттік. Мына жақта жол ережесін онша қатты сақтамауға да болады, бірақ абайлап жүру керек, достар. Тоқтай тұрыңыздар. Достар, абайсыздан ешінші қойын, мазаққа қойын. Ал мен жүрейін. Қатты естілсе кешірім сұрайын. Мен экранға басқаным қатты естілсе кешірім сұрайын. Мен әдейі емес, солай үйреніп қалдым. Мынау былай жүру керек қой. Мен бұны бірінші рет емес ойнап жатқаным. Ой, достар, кешіріңіздерші, мен мынаған қарап кішкене көңілімді басқа жаққа бөліп жібердім, достар. Мен шатасып кеттім. Достар, күте тұрыңыздар. Мен кездесеміз уже мен сол жақта болғанда. Болатын ойда олмас. Мен жақындап қалдым. 15 метр қалды. Бұлай сауыр. Бұлай 13 метр қалды. Мына жаққа машина саталатын салонда. Қашты ғой. Болады, достар. Лайк басыңыздар, шөлден сіздерден. Мен Angry Birds деген нені түсіруі мүмкін. Отыра тұр, сол жақта менің клиентім. Мен қазір мына жаққа кірейін. Шыға береді реклама, кешіріңіздер мені. Мен емес, ол сотка, сонда жерде кірмей қояйын мен. Сигнал бермейін сізге. Кім сигнал беруге Кім келмей қалды ғой, достар. Сізге ұқсат берді. Менің сигналымды басуға. Ой, есік жаппай қалдым, достар, кесіріңіздер. Мені өтінейім. Блайк. Мен бедім ба сен? Кеттік. Газды басамыз. Фонарды да қосамыз. Жынды кетті да, достар. Газды басамыз, фонарды қосамыз. Кажи. Машина алуға дегенде, машина алуға емес, неге барамыз? Қалай топқа көресіз. Бұл жақта емес. Дәт кездесеміз қазір. Жақында деп қалдық, мына жақта полиция тұр. Не болды? Достар, тоқтай тұрыңыздар, пауза қояйын. Бірдеңе болып қалды. Қызыл жанса, ол менде қызыл жанады,
Өйткені мен кішкене полициядан туннельдің ішіне кіресіздер, ортасына шейін жеткенде сіздерге қызылмен жүруге болады. Мына жақта 90 қызыл тұрған. Әйтпесе сіздер 2000 теңге штраф төлейсіздер. 2000 теңге штраф болмаса, сіздер жарайды, бастайық. Сосын түсіндірем мынаның ережелерін. Бүгін тек қана біз бір машинаны алып кетеміз. Бірақ машинаны алып кетеміз. Бүгін ол бізде Лада деген маркалық машина. Жүреді. Жарайды достар, біз артқа қайтайық енді. Сосын маған барлық машиналарға жинау керек ақшаны. Сосын мен бүгін немесе ертең бірдеңе түсіремін. Білмеймін, мүмкін натурал, мүмкін басқа бірдеңе. Енді гаражда кездесеміз. Мен екінші көлікке келдім. Ол жаққа мен жаяу бардым. Енді маған гараждың ішіне кіріп керек. Ал сразу бару үшін, сразу екі машинада гараждың ішінде болу үшін. Ол үшін біз неге басамыз, қазір көрсетейін. Ана машина тұрады ғой да. Көлік тұрған жерде біз оған басамыз. Және сосын ресторға басамыз. Сосын біз мына жақта машиналар тұрады. Ал мен оны жаяу өзім әкелдім. Ана жақта есікті ашып, мен жауып кетпекпін. Мына машинаны әкелем дегенде. Машинаның багажник ашық екен. Достар, осы күшті машинаның ішінде машиналар алдыға жүріп кетіпті. Күшті көліктің ішінде отырып сіздерге айтайын. Лайк, конечно, міндетті түрде лайк басыңыздар. Менің каналыма подписаться етіңіздер. Осынау ойын сізге ұнады ма, комментарияда жазыңыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар достар.